Сәлеметсіз бе? Мен доктор Nithiyanandan, Аполлон Грин көшесіндегі пульмонолог консультантмын. Бүгін мен COPD туралы айтатын боламын. Сонымен COPD дегеніміз не? Бұл өкпенің созылмалы обструктивті ауруы. Оның екі компоненті бар. Созылмалы бронхит және басқасы эмфизема. Біріншіден, біз COPD таралуының не екенін көреміз. COPD-ның таралуы әлем бойынша шамамен 7 деп бағаланады. Сонымен COPD-мен ауыратын науқастар қалай көрінеді? COPD-мен ауыратын науқастар әдетте созылмалы жөтелмен және аздаған қақырық бөлумен келеді. Ауру асқынған сайын науқастарда ентігу пайда болады. Ауыр жағдайларда науқастар ая ісінумен және тыныс жетіспеушілігімен келеді. COPD-ның себептері қандай? Ең жиі кездесетін себеп темекі шегу. Оған белсенді де, пассивті темекі шегу де жатады. COPD-ға бейімдейтін басқа жағдайларға жұмыс орнындағы әсерлер, яғни үй ішіндегі және сыртқы ластанулар, сондай-ақ ұзаққа созылған созылмалы тыныс алу аурулары, оның ішінде бұрынғы туберкулез ауруы да жатады. COPD-ны қалай анықтаймыз? COPD науқастарын әдетте өкпенің функциялық тесті негізінде анықтаймыз. Біз оны спирометрия деп атаймыз, сонымен қатар кеуде қуысының рентгенінде жасау қажет. Кейбір таңдаулы жағдайларда өкпе обырына скрининг жасау керек болса, құрт кеуде томографиясын ұсынамыз. Оларды қалай емдейміз? Негізінен емдеу ингаляторлардан басталады. Бұл ингалятордың дозасы мен қолдану жиілігі COPD-ның ауырлығына байланысты болады. Ауыр жағдайларда науқасқа небулайзерді тағайындау қажет болады. Сондай-ақ біз науқасты жүрек жеткіліксіздігі сияқты қосымша асқынуларға, COPD-мен байланысты жағдайларға, мысалы ұйқы апноясы, остеопороз, депрессияға скринингтен өткіземіз және науқастың өкпе обырына скринингке үміткер екенін де қарауымыз керек. Ең ауыр жағдайларда біз науқаспен трансплантация қажеттілігі туралы кеңес өткіземіз.